Сәлем қыздар, біз осындай әдемі холодец жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге сиырдың сирағы керек. Өстіп бөлшекке бөліп алып, бекітілген сирақты кастрөлімізге салып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін суын төгіп тастап, қайтадан суық су құйып қайнатамыз. Көбігін алып отырамыз. Бір сағаттай қайнағаннан кейін бір кусок ет саламыз. Пиязымызды, морковымызды, горошек, қара бұрышымызды, сарымсағымызды, лавровый листімізді салып, тағы да қайнауға қоямыз. Холодеціміз 2-3 сағат қайнау керек. Әбден ішіндегі етіміз, сирақтарымыз жұмсарып піскенше қайнатамыз. Піскен дайын болған сирақтарымыздың сіңірін осылай ұсақтап, етімізді ұсақтап турап аламыз. Сорпамызды сүзгіштен сүзіп аламыз. Бізге әсемдеуге горошек, сосын бізге укроп, морковтан осындай гүл жасап, әдемілеп, жұмыртқаны өсіп турап, қансық жасап аламыз. Ыдысымыздың түбіне сәндейтін морковымызды, жұмыртқамызды салып, үстіне етімізді салып, оның үстіне сіңірден саламыз да сорпамен толықтырамыз. Горошекті да салып, өстіп әдемілеп, әртүрлі қылып сәндеуге болады. Егер біздің сорпамыз осындай майлы болып шықса, онда осындай майлы қағазды бетіне қойып, майын сорып алып тастауға болады. Дайын холодецтерімізді холодильникке қойып 4-5 сағат суытып аламыз. Егер менің холодецім ұнаса, менің каналыма қоңыраушаны басып тіркеліп кетіңіздер.